Ал Мамлют ауданының Новомихайловская 2003 жауапкершілігі шектеулі серіктестігі Новомихайловка селосының әлеуметтік жағдайын жақсартуға жыл сайын 10 миллион теңге жұмсап отырады. Өткен жылы жұмысшыларға баспана беріліп, жолдар жөнделді. Сонымен қатар серіктестік қаражатына селода үлкен шіркеу тұрғызылып жатыр. Кәсіпкерлердің әлеуметтік жауапкершілігі жайында толығырақ келесі бейнематериалда. Людмила Зельденрайхтың жолдасы Виктор Новомихайловская серіктестігінде тракторшы болып жұмыс істейді. Өткен жылы жас отбасы жұмыс орнынан баспанамен қамтамасыз етілді. Жаңа және үлкен үйде ыстық және суық су тартылып, жайлы өмір сүру үшін бар жағдай жасалған. Бұған дейін көрші ауылда тұрдық, онда не мектеп, не балабақша жоқ. Қазір қызымыз балабақшаға барады, мектепте жақын орналасқан. Бұл үйге бір жылдай бұрын көштік. Баспананы тұрғызған серіктестік басшылығына үлкен ризашылығымды білдіремін. Тіпті үйге кірмес бұрын әрлеу материалдарын сатып алуға 300 мың теңге және оны әкелу үшін көлік берді. Егін және мал шаруашылығымен айналысатын агроқұрылым Новомихайловская селосы мен жақын орналасқан ауыл тұрғындарының 150 адамды тұрақты жұмыспен қамтамасыз етіп отыр. Өткен жылы серіктестік жұмысшыларына аумағы 120 шаршы метр болатын 5 үй салып пайдалануға беріпті. Баспаналардың бағасы 6-7 миллион теңге шамасында. Үйдің жалпы құнының жартысын кәсіпкер төлесе, қалғанын тұрғындар ешқандай пайызсыз 15 жылдың ішінде қайтарады екен. Мы ежегодно в село вкладываем до 10 миллионов. Жыл сайын біз ауылдың әлеуметтік жағдайына шамамен 10 миллион теңге жұмсап отырамыз. Бұл қаражатқа жолдар жөнделіп, үйлердің маңайын абаттандырамыз, қоршауларды сырлаймыз. Ескі иесіз тұрған үйдің орнына ауылдықтарға саябақ тұрғыздық. 8 жыл бұрын шіркеудің құрылысын бастадық. Нысанды салуға тұрғындар қайырымдылық жасап, шетелде тұратын жерлестеріміз көмек беріп отырады. Негізгі жұмыстар аяқталды. Енді ішін әрлеумен ұсақ түйектер қалды. Бүгін 900 тұрғыны бар шағын Новомихайловка селосының әлеуметтік жағдайы жақсы. Еңбек етіп, отбасын асыраймын дегендерге бар жағдай жасалған. Мұнда мектеп, балабақша, мәдениет үйі, дүкен, монша және тағы басқа маңызды нысандар бар. Серіктестік өз жұмысшыларын жыл сайын отын шөппен қамтамасыз етеді. Ал көп ұзамай тұрғындардың пайдалануына үлкен шіркеу беріледі. Әсел Оразбаева, Азамат Жантурин, ақпарат.